Bugun 5-may O'zbekiston qahramoni, Qoraqalpog'iston xalq shoiri, atoqli davlat va jamoat arbobi Ibroyim Yusupov tavallud topgan kun. U butun umri davomida o'zbek va qoraqalpoq adabiyotini rivojlantirishga, milliy uyg'onish ruhini tarannum etishga beqiyos hissa qo'shgan shoir edi. Uning she'rlari, dostonlari, publitsistikasi nafaqat badiiy, balki ma'naviy ruhiy jihatdan ham xalqimizga ozuqa bo'lib kelgan. Ibroyim Yusupov mustaqillik yillarida millatimiz o'zligini anglash, yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish yo'lida ham samarali faoliyat yuritgan. U O'zbekiston qahramoni unvoni, do'stlik va buyuk xizmatlari uchun ordenlar bilan mukofotlangan. Shuningdek, shoirning mashhur satrlari va g'oyalari bugun ham bizga kuch, ruh va faxr bag'ishlab kelmoqda. Navbatdagi lavhamizda esa shoir hayoti va ijodidan ilhomlanib yosh ijodkorlar, shoirlar, adabiyotga qiziquvchilar bilan suhbat va lavhalarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bugun 5-may dunyoda turli bayramlar va buyuk shaxslar bilan bog'liq, lekin bu sana Qoraqalpoq xalqi uchun katta ahamiyatga ega. Chunki O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibroyim Yusupovning tavallud kuni. U Qoraqalpoq poeziyasining bayteragi hisoblanadi. Bugungi kunda uning she'rlari xalq va avlodlar tomonidan har doim esanadi. Bugun uning 96 yilligi keng turda nishonlanmoqda. Жұлдызлардың ең жақсысын тереп ала қойған, адамлардың ең жақсысы сол жақтыға бара қойған. Асқартаудай адамлықты, ағын судай хадаллықты, жомартлықты, еделлікті көкірегіне құя қойған. Ibroyim Yusupov 20-asr ham 21-asr басындағы Қарақалпақ поэзиясының, прозасының, драматургиясының, аударма тарауының да хақиқи пидайы азаматларынан бірі болды. Оның поэзия тарауында бізге белгілі болған жүдә көплеген лирикалық қосқылары, философиялық ой пікірлерге құрылған көплеген қосық қатарлары бізге жүдә бір жақыннан таныс болып кеткен. Әсіресе оның ватан хақындағы қосқылары сол Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік гимнінен бастап сол бұл жер елі зор болады, ватан, туған жер, ауыл сияқты қосқыларында біз хақиқи сол Қарақалпақстандағы ауыл адамларының хақиқи бір көрінісін көре аламыз. Проза тарауында шайырның өзі айтады, мен проза тарауында тек бір мәрте ғана Сейданғарының Деуші деген гүрріңді жаздым дейді. Бірақ осы бір ғана гүрріңнің өзінде де осы Қарақалпақ прозасында өзінің салмақлы орнын жаратып кете алған жазушы сипатында да бізге таныс. Бұл гүрріңді академик Марат Нұрмұхамедов прозадағы поэзия деп тарифейді. Һәм бұл шығарма осы күнге шейін Қарақалпақ прозасының ең бір сайланды шығармаларының бірі қатарында тілге алынады. Драматургия тарауында елі кешеген Қарақалпақ театр сахналарынан түспей жатырған Ажинияз операсының либреттосын жазған. Davlatimiz tomonidan Ibroyim Yusupov nomini mangulashtirish, uning bebaho abadiy merosini kelajak avlodga yetkazish maqsadida bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Ulardan biri 2017-yili Nukus shahrida Ibroyim Yusupov nomidagi ijod maktabi tashkil etilgandi. Bugun bu maktab faqat ta'lim maskani emas, balki yosh qalblarga so'z qudratini, she'r zebini va vatanga bo'lgan muhabbatni singdiradigan ma'naviyat dargohidir. Mine hurmetli prezidentimizдің бастамасымен 2017 жылы республикамызда біріншілерден болып Ibroyim Yusupov атындағы дөретушілігі өз жұмысын бастады. Ол мектепті ашудан тек ары мақсаты hurmetli президентіміздің бастамасымен сол жерге келіп өзі мектепті ашты, һәм өзі сол мектепті ашатын уақытта Ibroyim Yusupov атамыздың қосықларын һәм оның дөретушілігін елде халыққа ең жайдыру. Қалай берсе, бұның келешекте жастарымыз сол Ibroyim Yusupov атамыздың қосықларын шет тіліне аудармалап, оны жақын әдебиаты дұрданаларына кірту тек ары мақсатымыз деп айтып өткен едік. Міне 2022 жылы Аязи бағынан Гүлдасте бірінші оқушыларымыз тарапынан баспадан шыққан, ода 40-тан астам оқушымыздың жазған қосықлары, гүрріңлері сол кітапқа жәрменді. Сонда 2024 жыл болатын болса, Илхан Бұлағы атамасындағы екінші топлам, мектебіміз топламы баспадан шықты. Ол жерде оқушылар өздерінің сол жазған қосықларын кітапқа түсірді. Сондай атамыздың атына қойылған мектепте бүгінгі күнде біткерушілерінің 10 оқушымыз Америка құрама штаттарындағы жоғары оқу орындарында оқып білім алмақта. Бүгінгі күндегі жаңаланулар, білімдендірудегі өзгерістер, реформалар осы атамыздың айтып өткен қосық қатарларында сәулеленген. 96 жылдығына мектебіміз бір ай алдынан бастап даярлық жұмыстары алып барылып жатыпты. Хақиқатында да
bu ulug' shaharni bizlar qancha ardaqlasak da, qancha maqtasak da az deb o'ylayman. Prezidentimizning 132-sonli farmoniga muvofiq buyuk shoir, O'zbekiston qahramoni Ibroyim Yusupov nomini abadiylashtirish maqsadida muhim qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalari uchun Ibroyim Yusupov nomidagi maxsus stipendiya ta'sis etildi. Bu stipendiya faqat moddiy rag'bat emas, balki buyuk abadiy merosga sadoqat, yosh avlodni ilhomlantiruvchi muhim tashabbusdir. Ibroyim Yusupov bobomizning atni manglestirish uchun stipendiyasini ko'pinlashtirilуі bu Qoraqalpoq yoshlari uchun eng birinchi navbatda ulkan bir quvonch deb hisoblasak bo'ladi. Sababi tek bu Qoraqalpog'iston yoshlari uchun, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan universitet, institut, har turli misol o'zining tarovunda yetishganlikka erishib o'tirgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'pinlashtirildi. Bu bo'lsa, bugungi kundagi prezidentimizning Qoraqalpoq yoshlarına bo'lgan imkoniyatlari, ularning qo'llab-quvvatlavining bir ko'rinishi deb hisoblayman. Және де men 2024-2025 o'quv yilida bu stipendiyaga erishganda juda qattiq quvonganman. Sababi men kichkinaligimdan Ibroyim Yusupov otamizning qo'shiqlarini yodlab, uning өмір жолын дөретушілігін қызығушылық пенен үйренgenmen. Hamda men осы imkoniyatlardan өзім пайдаланып отырған жас сипатында, Qoraqalpog'istonlik жас сипатында hurmatli prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Vaqt o'tadi, avlodlar almashadi. Ammo millatning qalbida o'chmas iz qoldirgan shaxslar borki, ularning nomi faqat tarixda emas, inson qalbida yashaydi. Ibroyim Yusupov ana shunday yuksak timsollardan. Uning so'zi ma'naviyat burchi, u tarbiyalagan ruh kelajak uchun ilhom manbai. Biz uning merosini nafaqat eslaymiz, balki faxriyla uning yo'lini davom ettiramiz.